Әтеш пен түлкі. Ерте заманда бір аңшының түлкісі мен әтеші болыпты. Әтеш пен түлкі бір аулада тұрған соң бас кезінде дос болады. Әтеш күнде таңертең иесін оятады. Ал түлкі болса қызғылт сары жұмсақ жүнін күнге жалтылдатып, аулада әрі бері жүреді екен. Бірде олар ренжісіп қалады. Содан түлкі досынан өш алуды ойлайды. Иесінің аңға кетуін күткен түлкі үйдің артында тығылып жатады. Аңшы ұзады-ау дегенде әтешті бас салып қоржынына тығып жібереді. Сонан соң алды-артына қарамастан орманға ыздады. Осы кезде аңшы үйіне қайта оралған еді. Ол әтештің даусын естиді. Дауыс шыққан жаққа келсе, түлкі әтешті қоржыннан енді шығарып жатыр екен. Иесін көрген түлкі: «Әтеш маған орманды аралатшы деген соң алып келбедім» дейді. Ол әтешті аңшыға ұстата салып қаша жөнеледі. Осы оқиғадан кейін иесі түлкіге сенбейтін болыпты. Түлкі бұдан кейін орманда тіршілік етеді екен. Балалар, сендерге ертегі ұнады ма? Ертегі ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар.